Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің арнамда видео болмай кеткен үшін кешірім сұраймын. 6 күн бойы менің арнамда видео болған жоқ. Оның бір себептері бар, яғни мен сабақ оқып жүрдім және ол кезде мен видео түсіре алмадым және мен кеше видео түсіргім келді. Алайда кеше вообще күн бұлттанып, мен өзімнің уақытым болмай қалды, сондықтан кеше видео түсіре алмадым және бүгін сіздерге бір қызықты қылып видео түсіремін деп шештім. Егер видео қызық болса, ары қарата қараймыз, енді бастаймыз. Яғни мен бүгін не түсіремін деп отырсаңыздар, мен слайм жасамаймын, керісінше слаймды 2 есе қылып өзгертетін боламын. Яғни мысалы мен ютубтан видеоларды көрген болатынмын. Осындай слаймдарға ештеңке қоспай, клей қоспай, немесе крем, тіпті ерітпей слаймды 2 есе қылып өсіреді. Менде көріп тұрғандардай осындай слайм бар. Және осы слаймды бүгін мен 2 есе алып еріп көретін боламын. Және слайм өте күшті, қараңыздар. Күшті, бұл мен өзім жасаған слаймым. Осындай слайм, осы слаймды біз бүгін 2 есе қылып өсіретін боламыз. Ең алдымен затын салып өлшеп алайық, яғни қанша болып тұрды басында. Басында міне осынша болып тұр, жалпы новый слайм, сондықтан да тазалау, және де осыны біз осылай 1 минут немесе 2 минут бойы осылайнан айналдырып отырамыз. Мен ол үшін кәдімгі құм сағат дейді ғой, сондай сағатпен жасайтын боламын. Міне менде осындай 1 минут деген құм сағат бар, осындай жасыл түстегі. Осыны мен осылайна айналдырғанда, уже мен бұны осы жерге осылайнан айналдырып көрсетіп қоямын, және сол кезде мен уже бұны жаңағы көрсеткен қозғалыс арқылы солай жасайтын боламын. Ендеше бастаймыз. Достар, міне өздеріңіз көріп тұрғандай 1 минут өтті, сіздердің көздеріңізше бұл осылай астыға қарата түсті. Енді мен бұны 2 минут бойы тағы да араластырып отыратын боламын, яғни тағы да аударып, осылай 2-ші минутында осылайнан, яғни тағы осы іс-әрекетті жасайтын боламын. Ендеше бастаймыз. Достар, міне менде тағы да 2 минутты өтті, және мен бұған ешқандай слайм қосқан жоқпын әлі. Сіздердің көздеріңізше мен осылай тек қана осы іс-әрекетті осылайнан қайталап отырдым, және менің қолдарым талып қалды. Қатты талып қалды, себебі білмеймін, әйтеуір қолым жаман талып тұр. Және де енді осыны біз осының ыдысына салып көреміз. Міне осы ыдысы. Және достар, ол реально осылай көтеріледі. Көріп тұрсыздар қалай әдемі болып көтерілген, яғни үлкен болып, міне мынан аузын жапсақ, міне осылай. Көріп тұрғандарыңыздай осынша болып шықты. Мен бұған ешқандай да слайм не болмаса тағы да бір глина деген заттар қосқан жоқпын. Басында қандай түсте болды, дәл сондай түсте қылдым. Және осыны осылай жасағаннан кейін, яғни ортасындағы ауаларды шығарғаннан кейін, бұл негізі өзінің орнына келу керек. Қазір көреміз. Орнына келтіріп қатты суы керек, яғни қысу керек осы слаймды, чтобы бұл орнына обратно келу үшін. Әрине үлкен слаймды, бұл яғни ортасындағы озықта шықса, бұл яғни өз орнына келеді. Бірақ алайда менікі әлі өз орнында тұрған жоқ емес, яғни ол кішкене өскен, яғни басында мынау жабылатын еді, енді қазір мүлдем жабылмайды, яғни кішкене слаймдар қалып тұр. Ішінен бәрібір де бұл слайм өседі.
егер видео ұнаса міндетті түрде лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менде әлде де алда қызықты видеолар болады, сондықтан да каналыма міндетті түрде қызыл кнопканы сыр кнопкаға айналдырыңыздар. Сау болыңыздар.